Бүгінде күні-түні жұмыс істеп, болашағына инвестиция салып жатырмын деп ойлайтындар инфляцияға тұтылуы әбден мүмкін. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы жинақталған қаражат зейнетке шыққан соң 15 жылға ғана жетуі мүмкін. Егер қордағы ақшасы таусылса, зейнеткер неден үміттене алады? Еліміздегі орташа жас 73-75 жас деп алсақ, зейнеткерге осы жасқа дейін ғана зейнетақы төленуі мүмкін. Ал ұзақ жасайтындар қай ақшаға үміттене алады? Қызық тақырып, иә? Олай болса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Зейнетақы жинақтары тек 15 жылға жетеді. Қаржы сарапшылары осылай деп отыр. Ал ұзақ жасайтындар неден үміттене алады? Қазақстандық зейнетақы 3 бөліктен тұратыны белгілі. Базалық ынтымақты 1998 жылға дейін жұмыс істегендер үшін және әрбір адам дербес қалыптастыратын жинақтаушы зейнетақы жүйесі. Зейнетке шыққан соң жинақ 10-15 жылға ғана жетеді. Қаржы мамандары бұл мәселені қарапайым тілде түсіндіреді. Яғни бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында 10 миллион теңге жинаған азамат 63 жаста зейнетке шықса, айына шамамен 100 мың теңге алады. Бірақ 78 жасқа келгенде ақша таусылады. Ары қарай не болмақ? Базалық зейнетақыға сенім арту күлкілі көрінуі мүмкін. Себебі 30 мың теңге жылдан жылға инфляция жеп қоятыны белгілі. Алла ұзақ өмір берсе, 78 жастан кейін қалай өмір сүру керек? Қосымша жиналған ақшаға сену керек пе, әлде балалар асырайды деген үмітке иек артуға жетпе? Әр адам өзінің зейнетақысын өз бетінше жинайды, және зейнеткерлік жасқа жеткенде жинақталған соманы нақты алатын болады. Бұл ақша ешқайда жоғалмайды. Дегенмен, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры төлемдерге 15 жыл кепілдік беретінін түсіну маңызды. Бұл мемлекеттік зейнетақы емес, салымшылардың жинақталған қаражатынан төленетін төлемдер. Әрбір адам өзінің жинақтарын талдап, болашақ аударымдарды болжап, болашақ зейнетақысының мөлшерін шамамен түсіну үшін оларды 15 жылға немесе 180 айға бөле алады. Сонымен қатар базалық зейнетақы төленеді. Ол бүгінде 32 мың мен 51 мың теңгенің арасын құрайды. Мемлекет зейнетақы активтерін пайдаланғанның өзінде олар белгілі бір кіріспен қайтарылады. Негізгі инвестиция мемлекеттік облигациялар. Бұл сенімді, бірақ ең тиімді құрал емес. Бұл тәжірибе барлық инвестициялық қорларға тән. Олар өз елдерінің немесе мысалы ақш-тың облигацияларын сатып алады. Ең бастысы зейнетақы активтері жұмыс істейді. Жай және жатып қалмайды, әйтпесе құнсызданады. Мемлекеттік облигациялар теңгемен жылдық 10 немесе 12% табыстылық береді. Бұл ұзақ мерзімді инвестициялар үшін жақсы көрсеткіш болып саналады. Статистикаға сүйенсек, Қазақстанда орташа өмір сүру ұзақтығы 73-75 жасты құрайды. Дегенмен зейнетақыны бөлу жүйесі жинақтау принципіне негізделген. Негізінен өмір бойы жинаған ақшамызды аламыз. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін орташа өмір сүру ұзақтығы 15 жыл болғандықтан төлемдер осы кезеңге қарай есептеледі. Егер адам 78 жылдан астам өмір сүруді жоспарласа, ол қосымша жинақ туралы ойлануы қажет. 78 жастан асқан зейнеткер тек базалық зейнетақыға сене алады. Ол 32 мен 51 теңге аралығында. Болашақта шарттар өзгеру мүмкін, бірақ принцип өзгеріссіз қалады. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің адамның жинақ ақшасына тікелей байланысты. Зейнетақы активтерінің 40%-ға жуығы шетел валютасында. Бұл құнсыздану тәуекелдерін азайтады. Егер инфляция зейнетақы активтерінің кірістілігінен асып кетсе, мемлекет бұл айырмашылықты төлейді. Мысалы, зейнетақы қорының кірісі жылына 10% болса, ал инфляция 15%-ға жетсе, мемлекет 75%-ын бюджеттен өтеп береді. Дегенмен жаһандық экономикалық күйзелістерден ешкім де қауіпсіз емес. Теңге құнсызданса, зейнетақымыз да аз болады. Сондықтан да қаржы сарапшылары өзіңіз үшін кейбір жинақ жасау керек деп кеңес береді. Яғни өзіңіз қор жинауыңыз қажет. Салдарын азайту үшін қосымша жинақ туралы ойлануға тұралық.
Ол үшін акцияларға, жылжымайтын мүлікке, алтынға немесе өмірді сақтандыруға инвестициялауға болады. Мемлекет міндетті зейнетақы жарналарын енгізді. Оларсыз көптеген адамдардың қартайған шағында алатын ештеңесі болмас еді. Сақтандыру компаниялары сақтандыру қызметі туралы заңға сәйкес жұмыс істейді және қайта сақтандыру тетіктеріне ие. Зейнетақы аннуитеті 78 жасқа дейін төлемдерге кепілдік беретін зейнетақы қорынан айырмашылығы өмір бойы төлемдерді қамтамасыз етеді. Егер сақтандыру компаниясы жабылса, оның міндеттемелері басқа сақтандыру компаниясына ауысады. Қазақстанда сақтандыру ұйымдарын қайта құру және біріктіру жағдайлары болды. Бірақ салымшылардың қаражаты жойылған жоқ. Олар барлық міндеттемелермен бірге жаңа компанияға ауысты. Төтенше жағдайларда төлемдерді мемлекеттік аннуитеттік компания өз мойнына алады. Аннуитет девальвациядан қалай аман қалады? Теңге құлдыраса, зейнеткерлер төлемдерін сақтай ала ма? Зейнеткер қайтыс болғаннан кейін пайдаланылмаған аннуитет ақшасы не болады? Аннуитетте кепілдік мерзімі деген ұғым бар. Егер бұл мысалы 5 жыл болса және зейнеткер осы кезеңде қайтыс болса, қалған ақшаны оның мұрагерлері алады. Егер ол кепілдік берілген мерзімнен ұзақ өмір сүрсе, төлемдер жалғаса беретін болады. Бірақ мұрагерлік құқығы жоғалады. Аннуитеттің негізгі мақсаты мұраны құру емес, өмір бойы зейнетақымен қамтамасыз ету болып табылады. Қажетті соманы жинақтамағандар стандартты зейнетақы төлемдеріне ғана сене алады. Сондай-ақ мемлекет қаржылық сауаттылықты арттыру және лайықты қарттықты қамтамасыз ету мақсатында түрлі бағдарламаларды жүзеге асыруда. Мемлекет тұрақты түрде әртүрлі бастамалар мен бағдарламаларды енгізіп, зейнетақымен қамсыздандыруға тәуелсіз көзқарастың маңыздылығын атап көрсетеді. Дегенмен ең алдымен әр адам өз болашағының қамын ойлау керек. Ол үшін әзірден бастап қор жинай беруге болады. Ол үшін қазір көптеген мүмкіндіктер бар. Мәселен, акцияларға, жылжымайтын мүлікке, алтынға немесе өмірді сақтандыруға инвестиция жасауға болады. Ол үшін түрлі курстар, түрлі компаниялар өз қызметтерін ұсына алады. Солардың кеңесі арқылы акцияларды көбейтіп, инвестицияңызды арттыруға мүмкіндік мол. Бірақ ол үшін арнайы сауатыңыз болуы қажет. Қанша теңгеден қанша пайда түсетінін алдын ала біліп отыруыңыз қажет.